Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздерге өте ерекше қазір хит болып жатқан пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, және де лайк басып тіркеліп, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды және де шекерімізді салып аламыз. Осылай венчикпен араластырып, әрі қарай бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып аламыз. Енді осылай араластырып, үстінен қопсытқышымызды салатын боламыз. Қопсытқышымыз, яғни разрыхитель саламыз. Енді әрі қарай ұнымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салдым, және де екіге бөліп салдым. Артығының қажет емес, дәл осылай ұнымызды салсақ жеткілікті. Құрамы мен мөлшерін описаниядан қарасаңыздар болады. Описания бөліміне жазып қоятын боламын. Міне енді екінші бөлігін салатын боламыз. Әрі қарай осылай лопатаның көмегімен араластырып, қолымызбен ыңғайлы етіп елеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болып, енді целлофанға салып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Енді арасына салмасын дайындап алатын боламыз. Менде кепкен өрік және де грек жаңғағы мейіз пайдаландым. Кепкен өрігімізді барлығын осылай кішірек етіп турап алатын боламыз. Және де арасына салатын кепкен жемістерді дәл осылай салу шарт емес, жер жаңғақ немесе үйдегі бар затпен пайдаланып сала берсеңіздер болады. Енді формамызды алып, қамырымызды салып жайып шығатын боламыз. Менде форманың көлемі 26 сантиметрлі. Міне осылай қолымызбен асықпай жайлап жайып шығатын боламыз. Бір шеті жіңішке, бір шеті қалың болып кетпеу керек, сондықтан бір тегіс етіп жайып шығыңыздар. Достар, каналымның әрі қарай өсіп, алға қарай жылжуына үлес қосып кетіңіз. Осы видео ұнап жатса, лайк басып, комментария бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Себебі сіздердің жасаған кері байланыстарыңыз мен үшін маңызды. Міне осылай, енді қолымызбен осылай түгелімен жайып дайындап алдық. Енді дайындап алған қамырымыздың үстіне грек жаңғағымызды сеуіп алатын боламыз. Осылай кезекпе-кезек салып шығатын боламыз. Міне осылай грек жаңғағын сеуіп болғаннан соң, кепкен қызыл өрігімізді де салып шығатын боламыз. Міне осылай салып болғаннан соң, мейізімізді де салып шығатын боламыз. Міне осылай мейізімізді де салып болдық. Енді пирогымыздың бетіне құюға осындай сгущенка керек болады. Менде осындай три желания сгущенкасы, мейлінше сапалы сгущенка қолдана беріңіздер, сонда дәмді болып шығады. Осылай бетіне құйып шығатын боламыз. Міне осылай құйып болғаннан соң, бетін тегістеп, жақсылап бір келкетіп жайып шығатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Формасынан шешіп алып, толығымен суытып кесетін боламыз. Сонда формасы тегіс болып кесіледі. Шаймен ішкенде керемет дәмді болып кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте оңай, жылдам дайындалады. Егер видео ұнаған болса, тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.